Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз реинкарнация, денелердің өзгеруі, өнертабыс немесе шындық, адам өмірінің түпкі мақсаты. Соның бірінші сұрауына, бірінші несіне өтеміз. Реинкарнация не ол дегенді? Жанның денеден денеге өтуі, мысалы үшін адам сияқты да, мысалы үшін бір көліктен бір көлігі өткен сияқты же болмаса мынау үсті басы киіміміз болады ғой, анау үсті басты ауыстыр дегендей нәрсе да ол. Үсті басың енді анау не дейді, тозып, не қылып, анау жыртылып кетсе, онда уже сен де ананы ауыстырасың да, киім сияқты. Бірақ сол түсінуге келу үшін өзі негізінде үлкен не дейді, жол басу керек па, не дейді, соған түсінуге келу керек та адамдар. Түсінуге дегенде біріншіден ол адам өзін жан деп есептеу керек. Болмаса ол реинкарнация бергенін ешкім түсінбейді ол реинкарнация. Неге дегенде бәріміз өзімізді дене деп есептейміз ғой, жан деп есептемейміз. Бірінші мәселе бойынша өзі негізінде түсіндіру керек та адамдарға. Біз енді дене емеспіз, біз жанмыз деп сол немеге түсінікке келуіміз керек та. Содан кейін уже реинкарнация оңай түсіндірсе болады да адамдарға. Одан алдын өте қиын болады. Ол адамдар білесіз, өзімізді толықтай өзі о нәрсеге келгеніміз жоқ та, ол түсінуге толықтай келгеніміз жоқ. Сол үшін мына жерде мынау өмірде қиналып жүрміз. Реинкарнация деген ол сіз тура айтасыз, жанның жанға өту. Мысалы үшін бір денеден бір денеге өту. Веданың білім беру бойынша негізінде 8.400.000 не бар да, не дейді, қаптамасы бар да. Дененің қаптамасы бар, форма деген. Дене түрлері да? Дене түрлері, тіршілік түрлері. Дененің түрлері 8.400.000 түрі бар да, содан бір-бірінен өтіп, негізінде бірақ мақсат денені өзгерту емес ол жерде да. Мақсат ол негізінде түпкі мақсат ол біздің ақылымызды өзгерту. Мысалы үшін айванның ақылы, мысалы үшін ол көпке бармайды. Қысқа десе болады да, қазақта да қысқа дейді, ақылың қысқа дейді. Ақыл жетіспегеннен кейін ақылың қысқа дейді. Содан енді мысалы үшін жанымыз бірденеге өтіп, сол анау не дейді, өзінің жолыны өтіп, Құдай берген жолын өтіп, содан анау ақылы көбейген сайын соған сәйкес дене алады. Соған сәйкес дене алады. Не дейді, анау адамнан алдын, ең соңғы адам болудан алдын өзі малдың, сиырдың денесі беріледі, оны білетін шығарсыз. Сиыр болғаннан кейін адам жан адамның денесіне кіреді. Содан бастап оның екі жолы бар. Бір жол енді анау ақылını көбейтіріп, жоғары түпкі мақсатына жету, болмасам, егерде ақылы әлде жетпейтін болса, егерде анау мақсаттары көп болса, анау бұл дүниеден көбірек не дейді, рахаттанам деп жүрсе, онда ол қайтадан уже не дейді, деградация, ол қазақша білмеймін қалай аудармасы. Мен де білмеймін. Ахуал дейді. Ахуал емес па? Ахуал жоқ деді. Кім біледі, енді оны табамыз ғой, деградациясын өзгертіп. Негізі деградациясы бәрі түсінер, қазақтың бәрі негізі. Жоқ, енді қазақша не қылып аудармақсақ, оны дұрыстау болатын еді да, уже. Как соған үйренуіміз керек та негізінде. Кері кету, құлдырау, кері кету, нашарлау, төмендеу, осылардың бірін айтса болады. Может быть, тура келетін шығар ол. Қазір жазып көрейінші.
Міне соны неден көріп отырмын, жаңағы переводчиктен көріп отырмын. Оның қазақша аудармасы жоқ екен, деградация екен. Негізінде ана Google переводчикта сөздерді не қылып аударып, бір кездерде қызық сөздер болып қалады да, соны іздестіріп, ақылыма сыйдыруға әрекет қыламын да. Бірақ қиын әзір. Қазірше қиын, енді бірақ жай енді сол мысалы үшін әңгімелерімізді, біздің кездесулерімізді, қарым қатынасымызды не қылып жалғастырып көбейтіре берсек, мен ойлаймын, жай бәрібір үйренеміз. Оның арасында бәрібір анау не дейді, әдеби литература оқу керек та, әдеби литература. Сол сөзді байытып не қылып, сонда ғана біз үйренеміз. Болмасам аптасына бір рет сөйлесек, ол пайдасы жоқ. Негізінде система болу керек та, анау систематически сол нәрсені істесек, онда біздің ақылымызға сол нәрсе батады, есімізде қалады көп сөздер. Не дейді, бірақ любой бір тіршілігімізде, мысалы үшін бір нәрсені әр күні қыла бермесек та, әр постоянно дегендей, есіміз жыншып кетеді оны. Ол өнер дегені ол постоянно соны не қылып, не дейді анау, развивать ету керек та, анау. Как же не алуымыз керек, опыт алуымыз керек. Опытты не дедік сол кезде? Қазақша не деді опыт? Тәжірибе. Сол тәжірибе алмасақ, ол тәжірибені әр күн алу керек та. Тәжірибені әр күн алмасақ, онда болмайды. Бұл ана спорттың бір түрі сияқты да, любой нәрсені, мысалы үшін, тіршілік істесек те сондай болады, мысалы үшін. Бір нәрсені көптен бері істемей жүрсек, есімізден шығып кетеді. Сол сияқты мына қазақ тілі сондай ғой, енді, мысалы үшін, оны біз қолдап жүрмесек, есімізден шыға бастайды. Енді сол реинкарнацияға өтейік енді. Реинкарнация деген оны өзі түсіндіріп болды да, ол не деген ол. Мысалы үшін денеге денеден өту, түпкі мақсат адам денесін ағаннан кейін, сол кезден уже мысалы үшін адам формасына келгеннен кейін, адам қалпына, адам түріне келгеннен кейін, адам не дейді, жан уже өзіне сұрау береді. Өзі не үшін мен жасап жатқаным, түпкі мақсатым не ол, құдай не ол, сондай сұрауларды бере бастағаннан кейін, уже мысалы үшін оның не дейді, жоғары развитиясы болады да, құдайға қарап уже ынтылады. Ынтылғаннан кейін, бірінші мақсат ынтылудан кейін уже іздестіре бастайды. Іздестіре бастағаннан кейін уже сұрау басталады. Сұрау басталғаннан кейін Құдайдың өзі оның жүрегіне білім салады дейді негізінде. Білім салғанымен ол адамды жібереді. Ол адам, мысалы үшін, біздің келешекте, может быть, ұстазымыз болады, болмаса наставниктарымыз болады. В общем, сол адам, ол жетекші адам болады да. Жетектейді ол Құдайдың алдында. Құдай біздің анау сұрауымызға қарап, біздің ынтылуымызға қарап, біздің мақсаттарымызға қарап, соған көмек береді бізге. Мынау ведада айтылған негізінде сол адамның сұрауы, адамның ынтылуы көбейген сайын, Кришнаның өзі айтқан Бхагавад-гитада, мен сол адамға ақыл беремін деп. Енді ақылды қалай береді ол? Ақылды, мысалы үшін, тікелей бермейді. Негізінде ол айтылған о жерде, жүректен де мен ақыл беремін деген, сол білімді беремін деген, бірақ біздің жүрегіміз кірлігі үшін, сыйқасы шығып жатыр да, туысын айтқанда, анау шаңы шығып жатыр. Сол үшін ол сондай жетекшіні бізге жібереді. Жетекші дегеніміз ол сол наставник десе болады, сол ақыл береді бізге, сол уағыз береді, сол білім береді, сол үшін білімді түсіндіріп береді. Сол біліммен қалай қолдану керек, соны нәрселерді түсіндіреді бізге. Соны істеп не ғана екен, біздің не дейді, рухани тәжірибеміз асады. Сол енді, қысқаша айтқандай, осындай әңгіме бар да, реинкарнация. Реинкарнация деген енді ол бірінші түпкі мақсатында түсіну керек, что біз жанбыз, что біз мынау өміріміз
birinchi emas, ikkinchi emas, ол bir nechta rет biz tug'ilib, ne qilib, bu dunyoga kelib жүргенбіз. Сонда сені түсінсек, сонда мына көп, мына өмірімізде заңдар ham, болмасам болыватқан вақиялар ham, не дейді мына болыватқан ситуация дейді ма, түсінікті болады адамға уже. Не үшін болыватқан ол нәрсе. Уже адамдар уже көп немелерді түсінеді. Сол үшін қиыншылықтарды оңайырақ өтуге болады оған. И мына өмірімізде турурақ не дейді, построить можно жизнь дейді. Бір қандайдыр бір өзімізге ұнамды қалыпқа келтіруге болады деп айтпақшымын да.